Менің каналыма қош келдіңіз, қадірлі көрермен. Бүгін мен сіздерді тағы бір оңай рецептпен таныстырайын деп отырмын. Мен немерелерім өте жақсы көретін ас бұл. Оны өте жиі дайындаймыз біз. Ол кәдімгі қарапайым, арасында картошкадан салмасы бар пирожки. Енді оның дайын болған түрі міне мынандай. Мен уже дайындап көрсетіп жатырмын сіздерге. Қазір менің видеомда, алдағы видеомда осының қалай дайындалу процесін көретін боласыздар. Менімен бірге болыңыздар соңына дейін. Өте қарапайым, өте оңай, көпшілігін білетін де шығарсыздар, бірақ менің рецептімді көріңіздер. Ерекшелеу, кішкене ерекшелігі бар. Дәмінде ерекшелік болады. И формасында қараңыз міне. Осындай топ-томпақ, теп-тегіс, осындай дәмді болады. Ендеше бастаймыз. Бүгінгі асымызды біз картошкадан бастаймыз. Ол үшін бізге міне 700 грамм картошка алдым мен. Ол картошканы олай кастрөлге саламыз. Сөйтіп су құямыз да пісіруге қоямыз. Бұл картошканы пісіріп, картоп езбесін жасайтын боламыз. Картопымыз суға батып тұрғаны керек. Бір шай қасық тұз салып жібереміз. Сөйтеміз де оттың үстіне қоямыз. Ары қарай жалғастырамыз. Енді бізге ұн қажет 500 грамм және сүт керек бір 150 граммдай, 150 миллилитрдей, 100-110 миллилитрна су қажет. Енді мына жерде 3 ас қасық майонез алдым мен. Және бір шай қасық тұз. Ұнымызды салып бастап, және қамырымызды илеп қоямыз. Ашытқымыз кептірілген 2 шай қасық алдым мына жерде. Қазір осылардан қамыр илейміз. Қамырды бөлшектеп отырып салып, асықпай илейміз. Ыдысымыз дайындап алдық. Енді қамырымыз қатты болмау керек. Суымыз және сүтіміз жылы болу керек. Мен жылы етіп алдым суымды. Сүтті де жылтып қойдым. Сүтті құямыз. Тұзды салып жібереміз. Және ашытқымызды саламыз. Алдымен бастағанда инструмент араластырып қоямыз. Енді қолмен жалғастырамыз. Тұз еріп, ашытқымызды еріп, қандырып қоюымыз керек. Бір 2 минуттай күтеміз. 1-2 минут. Ашытқының жұмыс істей бастағанын қандырамыз. Анықтауымыз керек. Илеп болғаннан кейін ыдысына салып, 40-50 минутқа жылы жерге қоямыз. Міне картошкамыз пісті біздің. Енді қазір мұның суын төгіп, бұдан езбе жасайтын боламыз. Бізге су қажет болмайды. Картоптың өзін жақсылап еземіз. Міне мынандай инструменттің көмегімен. Осылай картопты бүтін пісірсе, жақсы езіледі. Міне бір осылай басқан кезде әдемі ыдырап кетеді. Мен енді бұған пияз, сәбіз қосып қуырса жақсы дәмді болады. Мен бұған қазір оны қуырып жатқым келіп тұрған жоқ. Сармай салатын боламын. Не осынша бір қолдырмай қалған екен. Осы жеткілікті болады деп ойлаймын. Дәмін кіргізгенге.
осылай саламыз да жақсылап тағы бірге езіп жібереміз картоппен араластырып. Бір шай қасықпен жартылай ғана тұз себем. Тағы да жақсылап езіп қоямын. Міне енді дайын болды. Картоп езбесін бірге салқындау жерге қоямыз. Сөйтіп қамырымызға ораламыз. Бір шама көтеріліп қалды. Енді осындай жақсы үлпілдеп көтеріліп қалды. Илеп жібереміз да кішкентай бөліктерге бөле береміз. Оны себелеп отырып, қамырымызды бір илеп жібереміз. Екіге бөліп аламыз да, сосын кішкентай бөліктерге бөле береміз. Күшті жақсы қамыр көтерілді. Енді осындай бір көлемі бір 50 граммдай болатындай. Қазір өлшеп біле салайық. Қанша болады екен? 47 грамм болды. Сол 50 грамм шамасында осылай пирожкилер жасаймыз қазір. Сосын артынан тексере саламыз таразымызбен. Жұмыс істеп жүрген кезде кулинарияда осындай өлшеп істеп үйренгендіктен көңілім соны қалап тұрады. Өлшегім кеп, қанша болды екен қамыр деп. Көз мөлшермен бөлсем де, осыны өлшеп білгім кеп тұрады. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 3 қатардан 15 дана шықты. Енді бір 5 минуттай күтеміз. Қамырымыз 5 минуттай тұрды. Мына жерде салмамыз картоптың езбесінен жасалған. Бұл да суды салуға дайын. Енді столдың үстін шамалы майлап жібереміз. Сөйтіп қамырларымызды осы жерге аударып қоятын боламыз. Жабысып қалмас үшін столымызға өстіп қолымызбен басып қоямыз. Былай аламыз да, мына бетін төңкеріп. Осылай. Бір ас қасықтан салып шығамын. Бір 5 пирожки шығатындай салма артылып қалды. 5-6. Енді ол ештеңе етпейді. Немерелер жеп қояды. Сіздер енді 1-2 картоп кемдеу салсаңыздар болады. Картопты сап қойдық. Картоп салмасын енді түйіп шығамыз. Бұлай кішкене тартыңқыра жіберіп жабыстырамыз да. Шеттерін жақсылап осылай жабыстырып шығамыз. Және бұлай төңкеріп қоямыз.
Міне бәрін түйіп дайындап алдық. Енді табамызға майды құямыз да қыздыра береміз. Майды молырақ құямыз. Bir 600-700 миллиграмдай. Міне, мына жерде бір 800-900 грамдай болып еді. Мен 100-150 грамм ап қалдым. 100 граммын ап қалдым дейін. Міне майымыз қызды. Пирожкилерімізді біртіндеп бұлай екі шетінен ұстаймыз да, осылай жайлап сала береміз. Қызарғанын күтеміз. Екінші беті қызардау дегенде аударамыз. Қане біреуінің дәмін көрейік. Қамыры үлбіреп тұр. Не, жақсы көтерілген, арасы таза піскен. Қамыры уылжып тұр. Шай қоямыз енді. Немерелерім асқа күтіп отыр. Ас болсын, осылай менің рецептім бойынша пісіріп тұрыңыздар. Тез және оңай. О, пирожки, үйге бола ма? Әрине. Дәмді болыпты. Да? Ұнады ма саған? Иә. Лайк басыңыздар. Осы видеоға подписка басып, осы видеоға комментарий жазып кетіңіз. Ой, Бәріңізге сау молодец. болыңыз. Молодец.